Ассаламу алейкум баршаңызға, сіздермен бірге Ақниет. Бүгін сіздермен осындай күріш каша жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Керекті мөлшердегі күрішімізді ыдысымызға салып аламыз. Одан соң оны жақсылап тұрып салқын суға жуып алатын боламыз. Қайта-қайта. Мінекей күрішімізді жуып алдық, тап-таза етіп. Келесі табамызға күрішімізді жаңағы жуылған күрішімізді салып алатын боламыз. Жақсылап барлығын. Одан соң күрішіміздің үстіне су құятын боламыз. Біздің суымыз күрішімізден 1-2 см көп болып тұру керек. Одан соң тұзымызды салып, оны араластырып, отымыздың астын қатты қойып, күрішімізді бір қайнатып аламыз. Яғни осылай қайнатып алдық, енді араластырып жібереміз. Одан соң оттың астын жай қойып, күрішіміздің бетін жауып, жай отта пісіріп аламыз. Және де арасында осылай араластырып тұрамыз. Мінекей бізде күрішіміздің суы тартылды. Күрішіміз жабысып қалмау үшін жаңағыдай араластырып тұрамыз. Келесі күрішіміздің үстіне сүт құятын боламыз. Молырақ етіп сүтімізді құямыз. Оттың асты бізде жай баяу тұра беретін болады. Мінекей құйып болдық. Енді қалауларыңызша қант қоссаңыздар болады. Бізде қатты тәтті болу үшін осындай мөлшерде қант қостық. Сіздер де өз қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Мінекей жақсылап тұрып араластырып жібереміз. Оттың астын баяу қойып, күрішіміздің бетін жауып, осылай бір қайнатып алатын боламыз. Осылай піскеннен соң араластырып жібереміз. Асты жабысып қалмау керек бізде күрішіміздің. Біздің күрішіміз пісті. Енді отымыздың астын өшіріп, осылай күрішіміздің бетін жауып, 5 минутқа осылай бұқтырып қоямыз. Күрішіміз сүтімізді өзіне сіңіріп осылай қоюланатын болады. Міндетті түрде астын өшіруді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде күрішімізді пісіріп жатқан кезде қайта-қайта араластырып тұрыңыздар. Сонда асты жабысып қалмайды. Мінекей біздің күрішіміз дайын болды. Оны енді ыдысымызға салып алатын боламыз. Менің рецептім сіздерге ұнаған болса, лайк, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де қоңыраушаны басып қойсаңыздар, мендегі видеоларды алғаш болып көретін боласыздар.